Қайырлы күн, қадірлі көрермен. Бүгін біз бағдарламамызда Түркістан облысындағы өндірістің әлеуеті, бәсекеге қабілеттік, кәсіпкерлік саласындағы айқын және нақты қадамдар, одан бөлек өндіріс орындары туралы әңгіме өрбітетін боламыз. Жалпы соңғы жылдары Түркістан облысының кәсіпкерлік саласында жиһаз өндіру бағытының айтарлықтай дамып келе жатқаны айқын көрінеді. Жалпы осы жиһаз өндіру саласы туралы 100 рет естігенше, 100 отырып бір рет сұхбаттасуды жөн деп таптық. Ал бүгін біздің бағдарламамызда қонақта Түркістан қаласындағы жиһаз өндіру саласы бойынша соңғы жылдары ірі алпауыт кәсіпкерлік нысандарының біріне айналып келе жатқан лидері премиум компаниясының басшысы Азиз мырза қонақ болып келіп отыр. Қош келдіңіз, Азиз мырза. Сәлеметсіз. Иә, Азиз мырза, жалпы бүгін бағдарламамызда сіздердің зауыттарыңыздың өнім көлемі туралы, жалпы зауыттың ашылған сәті, алдағы жоспарларыңыз туралы сұхбаттасатын боламыз. Ал сізбен сұхбаттасатын мен Бағдәулет Қанатұлы. Ендеше алғашқы сұрағымыз, Азиз мырза, жалпы жиһаз саласындағы осы кәсіптеріңізді қалай бастадыңыздар? Біз жиһаз саласында кәсібімізді 2006 жылы, бұдан 20 жыл бұрын, өзіміз Қытайдан зат әкеліп сататын болатынбыз. Отыратын стульяларды әкеліп сататын болатынбыз. Осы Түркістан қаласында Алтын Орда деген базар бар. Сол жерде магазинімізде стулья сататын болған. Сол жерде стульяны сатып атқан жерімізден бізде сұраныс стол мен стульяға келетін болды. Содан біз тағы бір заказдар беретін басқа кәсіпкерлерге. Содан біз ойладық, неден өзіміз осы столды істеп, тағы да өзімізге пайдалы, тағы да жұмысшыларды алып, халыққа пайдалы бір заттар істемесек деген ниетіміз болды. Сонымен 4 жігіт бастадық. Оның ішінде біреу есепші, біреу жиһазшы, кейбіреу жолда жүретін, кейбіреу инвестор. Бір сөзбен айтқанда қазіргі тілмен. Сол 4 кісі бастап, алғашқыда сол 20 жыл бұрын бірінші сол столдан бастағанбыз. Қонақ бөлмелерге қойылатын стол, оның ішінде 10 кісілігі бар, 12 кісілігі бар, 24 кісілік. Сол столмен бастап Түркістанда өте керемет орын алдық. Одан шықты халықтың талабымен, тағы халқымыз көбейді. Содан талап неге күшейді? Бүкіл Түркістан халқы біледі, Түркістан облысы біледі, Қазақстан біледі десек те болады. Сол жылдары кухонный уголок Наталья деген енді сондай ат болған. Сондай бір кухонный жиһазымыз трендқа шықты. Яғни асхана жиһазы. Асхана жиһазы өте керемет сатылымда, өте керемет сұрануда болды. Сол жылдары біздер керемет, халыққа да өте жақсы пайдамыз тиді. Неліктен? Біздің сол жылдары біз істегенімізді лидер премиум компаниясы істеген кезде, біздің лидер деген брендті естіген кезде халықтың сана сезімінде сапа және арзан баға келетін. Мысалы, халықта қазір шетелден кіретін, Белоруссиядан сол заттарды 50 мың теңгеден сатқан болса, сол кездер біздер 23 мың теңгеден. Әлі күнге дейін есімде 50%-дан арзан. Неліктен? Біздер 10% деп айтамыз, 10% маржа қалса жетеді деп, соны халыққа қызмет жасаймыз деп бастаған болатынбыз. Ол жерде 4 кісі емес, уже 10-дан астам кісі жұмыс жасай бастады. Содан жаңа сол асхана жиһазыдан кейін халықтың тағы да талабымен шкафтар деп айтамыз, шкафтар, кіреберіс жерде прихожкалар, одан бөлек тағы да детский кроваттар, одан бөлек 2 адамдық жатақ кроваттар, сондайлармен жұмыс бастай бастадық. Сонымен жыл өтті, біздің брендіміз Түркістан қаласы емес, Түркістан облысы емес, ол кезде Южно-Казахстанский облыс болатынымыз, Шымкент қаласы, бүкіл Түркістан Шымкентті қамтап тұрдық. Одан ары қарай әрине ісіміздің әрекетімен ары қарай біз Қазақстанға шыға бастадық. Бүкіл түкпір-түкпіріне, Алматы еліне, Астана еліне. Ол кезде бізде 13 регион болатын болса, 13 регионда лидер премиумдың біздің брендтарымыздың жиһаздары бүкіл магазиндарда, үйлерде барлығында болатын. Қазір бүгінгі таңда, бүгінгі күн әр 16 желтоқсан күні біздің Қазақстанымыздың қалай үлкен мейрамы болса, бізде де тура сондай мейрам болады. Компаниямыздың
жылдық өсу, мысалы 1 жылдық, 10 жылдық, 1 жылдыққа 20 жылдығымыз. Иә. 20 жылдықты қарсы аламыз, сол халыққа қызмет жасап. Алғашқы бірінші бастағанымыз солай болған негізі. Иә, жақсы, Азиз мырза. Ендеше өткенге бір үңіліп көрдік. Ал қазіргі таңдағы жұмыс процесі қандай? Қазір зауыттарыңызда қанша адам жұмыс істеп жатыр? Өнім көлемі қалай болып жатыр? Осы турасын айта кетсеңіз. Сондай-ақ енді жиһаздар, қазір таңда жиһазға сұраныс көп қой. Енді бұрынғыға қарағанда қазір үйдің ішіне қойылатын жиһаздың да түрлері көбейіп кетті. Басқа да түрлерін шығарып жатсыз ба? Экспорт қай жаққа бағытталып жатыр? Осы турасын айтсаңыз. Бүгінгі таңда біз сол жылдары өзімізге алдымызға үлкен бір мақсат қойдық. Біз неліктен осы Қазақстан Республикасына қызметімізді жасап жатырмыз? Неліктен біз Қазақстан туыны басқа елдерге көрсетпеуге? Неден? Мысалы айтады, Франциядан ең әдемі духи французский дейді, итальянский аяқ киім дейді, тағы да айтатын болса көп қой енді. Ал енді неліктен осы Қазақстандың жиһаздары бірінші орында тұрмауға деп біз ниеттендік. Әлемдік нарықта. Әлемдік сапада, әлемдік нарықта, иә, солардың бәрін ұстауға әрекет жасадық. Алғашқы бірінші қадамымыз біздікі өзімізде көрші болып тұрған ел, Өзбекстан еліне экспорттауды бастадық. Ол экспорттаудан алдыңғы мәселені айтайын. Біз премиум классқа өттік. Алғашқыда эконом деп айтамыз. Арзан бағадағы бүкіл барлық танитын болатын. Одан халықтың талабы, сапасы жақсы, бағасы орта болсын деп талап, сұраныс басталды. Содан біздер уже премиум классқа өттік. Премиум класста өте қатты қымбат емес. Қазіргі турецкий жиһаздар премиум класстағы бағалардан әлде қайда 50% арзан деп айта аламын мен. Неліктен халық базарда көріп тұр, рынокта көріп тұр, қалай болып жатқан бағасыны. Сапа өте керемет. Содан бастадық. Оны бастау үшін бізде алғашқы бірінші мақсат Ресейден германский производствода Эггер 18 миллимдағы ламинатпен бастау керек. Неліктен? Ол сіз экспорт шығарту үшін экспортқа сай, Еуропаға сай материал қолдануыңыз керек. Ол материалдар бізде Турция елінен келеді, Қытай елінен келеді. И прямой поставка заводтан ЛДСП деп айтамыз. Сол ЛДСПлар бүкіл барлығы сол заводтардан келеді. Олардың бәріне ретіне қойдық. Ретіне қойғандықтан бізде сапа деген өте керемет болды. Бірде-бір қазіргі таңда қаншама жиһаз өндірімдер істейді. 18 миллимде істейтіндерді мен әлі қолмен санасақ болады деп айта аламын. Неліктен? Основной бізде істелетін 16 миллим деп айтамыз. Ал сіз экспортқа шығатын болсаңыз, Өзбекстан, Ресей, Қырғызстан, Армения, Еуропаға дейін шығатын болсаңыз, оларға сәйкес әрине качество, сапа болу керек. 18 миллимнан төмені экспорттау өте қиын болады. Сондықтан соның бәрін реттеп, алғашқы бірінші экспортымызды біз айттық. Ең былай айтқанда конкурент деп айтамыз ғой, конкурент көп жерге кіреміз деп не қойдық, мақсат қойдық. Неліктен? Өзбекстанда жиһаз өндірімені істейтін мыңдаған завод бар. Біз айттық, соған кіреміз дедік. Әрине әрекетімізге жараса нәтиже болды. Өзбекстанға экспортты бастадық. Экспорт өздері таң қалды. Сендер Қазақстанда жасап қалай Өзбекстанға кіргізесіңдер? Біз кіргіземіз. Бірінші сапа и баға. Баға бәр жерде рөл ойнайды. Сапа мен баға арқылы жалпы көрші мемлекеттегі клиенттерді тарта алдыңыздар ғой, иә? Иә, бізде клиенттеріміз өте риза болды, спрос болды. Одан біз экспорт жасадық. Одан 2021 жыл деген карантиннен шыққан кезде біз айттық, алдымызға үлкен мақсат қойдық. Неліктен? Москваға, Россия Республикасына шықпасқа. Неліктен? Біздің ту сонда үлкен республикаларда көтерілмеуге деп 2021 жылы біз командамен бірге экспо-центрда выставкада қатыстық. Біз өзіміз өндірісімізді апарып, стенд алып, бірінші алғанымыз 120 квадрат метр болған, 120 шақырым жерге біздің мебель жиһаздарымызды қойған кезде, ана жердегі көрермендерге енді айта алмаймын қандай впечатление, қалай сезім болған. Бір сұрақтар болды. Москве, откуда вы дейді. Біз қуана айттық, мы с Казахстана.
осылай откуда берете этот ламината? С России видео. Россиядан әкелеміз. Иә, шикізатты. Иә, шикізаттардың бәрін Россиядан алып келеміз. Осы жерде істеп шығарып, и Россия апарып экспортқа шығаруды бастаған кезде өздері таңғалды. Неліктен? Ол жерде Россияда біздің бір сатып атқан айтайлық жатақ жиһазымыз бізде теңгемен айтқанда, мысалы 150 000 теңге болса, оларда 250-300 000 теңге. 50%-дан Әлде қайда қымбат. Әлде қайда қымбат. Неліктен біздер Қазақстан халқы өте пейнетке өте бір еңбекқор, оң көзбен қарап, әрқашанда пейнет жасаймыз ғой. Сондықтан бізде и пейнет мәселесі де жақсы болды, халыққа да жұмыс болды, и қанағат та болды. Бір сөзбен айтқанда, пайда жағынан қанағат болса, елге жасауға, қызмет жасауға өте керемет мүмкіндік болды. Сонымен 2021 жыл, 2022 жыл, 2023 жылы қатарынан, 2024 қатарынан сол Москва елінде выставкада қатыстық. Барып жиһаздарымызды қойдық. 600 компания, 600 жиһаз мебель компания қатысқан болса, Қазақстанның туыны біз лидер премиум көтердік. Сол кезде сол выставочный центр өте үлкен, экспо центр барған болсаңыздар, сол жерде Қазақстанның туын көтеріп, өте керемет алғыстар естіп, за лучший стенд, за лучшее качество деген марапатталар алып, осы жерде қала әкімдігіне, кәсіпкерлік палатасына, облыстық әкімдерге барлығымен бірге қуана қарсы алды. Сонда жетістіктерге жеттік. Қазіргі таңда біз Өзбекстан еліне шығарамыз, Қырғызстанға шығарамыз. Экономический Евросоюзный декларациямен шығады. Қазіргі таңда ол жерде ешқандай растамашық жоқ. Қырғызстан, Россия өзіміздің көрші елдерге союзға кірген. Ал енді кешегі күнде де біз өте керемет мүмкіндік алдық. Тағы 2026 жылы біздің үлкен мақсатымыз бар. Ол мақсат біздің қазақстандық өнімдерді Made in Kazakhstan деп Еуропаға экспортқа шығаруға. Кешегі күнде кездестік, кездесуді бізге қолдау көрсететіндерді бәріне айтып өтті. Енді бұйыртса 2026 қаңтар айынан бастап біз өте күшті аламыз халықпен бірге. Әрине Түркістан кәсіпкерлік, облыстық, қалалық әкімдіктерінің қолдауымен әрине бірге Еуропаға экспортқа шығарамыз. Біздің өнімдерімізді Қазақстан туыны, Made in Kazakhstan деген этикеткаларына бұйыртса Италия, Францияда көру ниетіміз бар. Жақсы, бәрекелді Әзиз мырза. Енді жаңа айтып қалдыңыз өзіңіз, Ресей, мынау еуропалық экономикалық одақтың мемлекеттерін экспорттап жатсыздар өздеріңіз өнімдеріңізді көршілес елдерге болса да түсінікті. Енді алда Еуропа мемлекетіне экспорттайтын болсаңыздар тіптен тамаша. Дегенмен де енді біз білеміз, Түркістан қаласы мен оның жанындағы Сауран ауданында көптеген жиһаз кәсіпорындары бар. Осы кәсіпорындардың арасындағы бәсекелестіктің деңгейі қандай қазіргі таңда? Қазіргі таңда Түркістан облысында өте көп жиһаз өндіру салаларында дамып жатырмыз. Кешегі күнде де Түркістан қалалық әкімдік, облыстық әкімдіктер бүкіл Түркістан облысын аралап, Түркістанда ең бірінші орында Түркістан облысы, Қазақстанда бірінші орында жиһаз өндіріс бойынша тұратындығын айтып бізді қуантты. Ал енді бәсеке мәселесін айтатын болсақ, әр фабриканың өзінің бір ниеттері бар. Істеп шығару, мысалы айтайық, бір компания арзан бағада эконом класс шығаратын салада жұмыс істейді. Кейбіреулері орта сегмент деп айтамыз, эко плюс деп айтамыз оны. Эко плюс вариантта істейді. Ал кейбіреулері премиум вариантта. Премиум вариантта бүгінгі таңда халық арзан бағадан ала алады, орта бағанда ала алады, и премиум класс қымбат бағанда ала алады. Бүгінгі таңда үйге 3 мебель алатын болса, 3-інен де ала алады. Мысалы, қымбат диван, орта спальный жатақ, и арзан стол стулья алуға мүмкіндігі бар. Халықтың жағдайыны бүкіл кәсіпкерлер келісіп десек те болады, келісіп бәрі бір бағада ұстамайды. Арзаны да бар, орта бағада бар, қымбат бағада бар. Бұл жерде түрлі сапада сапада таңдау жасалады. Қазіргі таңда
халықтың бүкіл барлық жағдайыны жасауға әрекет жасап жатырмыз. Кәсіпкерлер бүкіл бәріміз жиналып. Неліктен бізде әр уақытта осы Түркістан қалалық кәсіпкерлік палатасында бізде жиналыстар болады, көп жиі кездесеміз сол кәсіпкерлер бір-бірімізбен и бәріміз келісеміз, айтамыз. Давайте баға қатты көтерілмейді, әркім өзінің сегмент деп айтамыз, өзінің бағасында. Орта бағадағы орта, арзан бағадағы арзан, бір-біріне былай айтқанда бәсекелесу деген қатты жоқ жиһазда. Ал кімдің күші қай жерге жетеді, оған үкімет қолдап жатыр. Шығыңдар деп жатыр, экспорттаңдар деп жатыр, Қазақстан елді танытыңдар деп жатыр. Сондықтан қазір біз бұйыртса мына қазір экономический союзға кіргендердің бәріне шығып жатыр, шығып болдық. Даже Өзбекстанға экспорт жасап жатыр, олар растамашкамен алады. Ал енді келесі мақсат Европаға шығу. Сондықтан бүкіл бәр әріптестерімізге де ниеттелеміз, әрине қолдау береміз. Ол кісілерге де сәттілік тілейміз. Неліктен әрбір шетелге барған азамат, бүкіл мысалы Қазақстан елінен Франция, Италия, аржағы Германия қанша елдерге барып жатыр, жерлестіктеріміз де бар ол жақтарда. Олар отырған кезде тура біздің, сіздің үйіңізде отырғандай отыру керек. Қазақстан жиһаз өнімінің үстінде отыру өзі бір бақыт деп ойлаймын. Жақсы, Әзиз мырза, түсінікті. Енді жалпы кәсіптің жиһаз саласының, жиһаз өндірісінің дамуы туралы айттық, дегенмен де осы кәсіптің дамуында біздің көзімізге көрінбейтін түрлі қиындықтар бар. Оны тек кәсіппен айналысқан жандар, сіздер ғана түсінесіздер. Енді осы жиһаз саласына, жиһаз өндіруге бет бұрған кезде тек бірден дамып, бірден нарықтағы сұранысқа ие болып қана қоймай, бір кедергілер де кездесетін сәттер болады. Мәселен, енді тұтынушылардан, клиенттерден белгілі бір негативті пікірлер немесе осы жиһазға байланысты бір сыни ескертпелер келген кездер болып еді. Осы туралы айтсаңыз. Әрине, өте керемет сұрақ. Бұл мебель жиһаз саласы өте үлкен бір море дейміз ғой. Теңіз сияқты, оның ішінде біз бір тамшы боламыз ба, болмаймыз ба деген мәселе. Ал енді бұл мебельдің сапасыны жақсылауға и осындай дәрежеге жетуге біз халықпен жеттік. Мысалы, бірінші істегеніміз үйіне барды, ол әрине оны керемет deyip қабылдаған жоқ, әрине. Оның кемістіктерін айтты, біз оның үстінде істедік, қайтадан сөйтіп халықтың талабымен и солардың айтуымен қазіргі таңда премиум дәрежесіне жеттік. Әрине ол әрбір клиенттің жағдайын естіп, оның комментарияларын естіп, ол біреу активный, біреу неактивный дейді, негативный сондайларды айтты. Бірақ мен ойлаймын, әрбір кәсіпкер айтады ғой, қателікте жақсаруны үйренеміз. Қателікте ол бірден бәрі жақсы болады деген ол бос әңгіме. Бірден бәрі болмайды еш уақытта. Оның үстіне ол мүмкін де емес. Мүмкін де емес. Әрине бірінші қате жасаймыз. Бізде бала кезінде не болды? Бірінші аяқта тұрып жүгірмедік қой. Бірінші тұрдық, құладық, содан жүрдік. Сол сияқты жиһаз саласында да тура солай. Істейсіз, халыққа ұнамай мүмкін. Сапасы 100% болмауы мүмкін. Халықтың сұрауымен, талабымен, көмегімен соны сондай деңгейге дейін жеткізуге әрекет жасадық, и бүгінгі күнде міне ниетімізге жеттік. Сол салада осындай қиындықтар. Ол кезде тағы бір мәселелер болды. Бізде мысалы айтайын, фурнитура деп айтамыз, бөлшектер. Жиһаздың бөлшектерін шығаратын заводтарымыз жоқ, шыныға келсек. Оны біз амал қанша Қытай елінен алып келеміз. Одан біз класс премиумға өтіп жатқансын Турция елінен алып келеміз. ЛДСП деп айтамыз, жаңағы ламинаттарымызды Ресей елінен алып келеміз. Кәнекей сол кіру шығу мәселелерінде бас жағында қиындықтар болды. Үкімет тарапынан да, қолдау тарапынан да, кәсіпкерлік палата деп айтамыз. Солар тарапынан да бізге көмектер болып, бірсі өзіміздің тілмен айтқан аяққа тұруда өте көмектесті. Сонда қиындықтардан да өттік. Ол қиындықсыз ешқандай бір мәртебе болмайды деп ойлаймын. Жақсы, түсінікті, Әзиз мырза. Енді жаңа жиһаз өндірісіндегі шикізат туралы да айтып қалдыңыз. Жалпы осы жиһаз өндірісіне қажетті шикізаттар өзіміздің елімізде бар ма? Өзіміздің елімізде бар. Жиһазға тиісті бізде коробка, қорап. Мебельді, жиһазды қорайтын қорапымыз бар. Қазіргі таңда Алматы қаласында істеп жатыр. Біз Алматы қаласында үлкен бір фабрикамен договор отырып, аптасына 2 фура деп айтамыз, 2 үлкен машинада бізге жеткізіп береді. Айтқан размерде, айтқан качествода целлюлеза деп айтамыз. Картонда самый важный сол. Неліктен бізде қазір Түркістандан Ресей,
қаласына барам дегенше 5000 километрға барғанда последний потребитель, соңғы қолданушы бізге рахмет айту керек. Иә. Оған не кедергі береді? Оған фураға артылғансын ол жерде ұрылады, сырылады, майысады. Сондайлардың алдын алу үшін біздер полный Европа стандарт деп айтамыз оны. Пенопласт, оның үстінен качественный жаңа су тигенде де не болғанда да өтіп кетпейтін сондай Алматыда картон деп айтамыз, қорапты істеп беріп жатыр. Бүгінгі таңға қуанып жатқаным сол. Бүгінгі күн картон болып жатыр. Бәлкім ертеңгі күні ламинатта келуі мүмкін. Одан ертеңгі күні қазіргі дамып жатыр ғой. Инвесторлар кіріп жатыр. Қазіргі таңда заводтар келіп жатыр. Мына қазір өзіміздің Түркістан өңірінде не деген керемет заводтар ашылды. Сол сияқты сондай заводтар көбейсе, бізде баға тағы түседі, качество тағы жоғарылайды. Сапа. Халыққа да тиімді болады. Сол мәселені күтіп жатырмыз біз. Сондай болса керемет деп. Бізге келіп жатыр, осындай приложениялармен, инвесторлармен біз қолдап жатырмыз, тек қана қолдап жатырмыз. Келсін, істеп берсін, бізге пенопласт істеп берсін, бізге губка деп айтамыз, жұмсақ материалды. Соны істеп берсін дейміз. Ламинаттарды істеп берсін, біз аламыз, дайынбыз. Жақсы, бәрекелді, түсінікті Азиз мырза. Енді кәсіпкерліктің дамуында неше түрлі қиындықтар болатынын өзіңіз де айтып өттіңіз. Тағы бір қиындықтың бір түрі енді маман табу. Жалпы осы жиһаз өндірісінде маман табу оңай емес. Көбінесе жиһаз жасайтындар енді өзінше жеке бір дүниемен айналысқысы келеді. Өздеріңіздің зауыттарыңызға маман табу жағы қалай болды? Одан бөлек мысалға нөлден бастап сіздердің зауыттарыңызда үйренетін мамандар болды ма? Осы турасында айтсаңыз. Бұл қазіргі таңда Түркістан облысында бүкіл жиһазшылар деп айтайын, жиһазшылардың қалай десе ол бір жүрекке тиетін несі болып тұр, әңгімесі болып тұр. Ең ауыр сұрақтардың бірі десеңізші. Ең ауыр сұрақ. Неліктен ауыр сұрақ? Қазіргі таңда бізде бұл именно жиһаз өндірісінде бір оқытып үйрететін бір колледж, университеттер жоқ. Біз именно осы салада оқыту үшін бізде кәсіпкерлік палатада колледж директорлерін бәрін жинап, осы жиһаз өндірушілерін жинап, біз ұсыныс бердік. Неліктен осыны жиһаз өндірісін, жиһазды құрауды, оқуды технологтар деп айтамыз, мамандарды шығаруға болмасқа. Неліктен біз шетелден әкеп үйренуіміз керек. Біздің Қазақстан азаматтарында да шығу керек деп біз бәріміз келісіп, қазір осы 26 жылдан бастап колледждарда біздің өзіміздің Қазақстан азаматтары жиһаз өндірімені осындай оқу білімін алатын болды. Біз өте қуандық. Неліктен біз колледжді бітіргенден келеді, практикада болады, практикадан кейін ары қарай келісім шартқа отырып жұмысын жалғастыра кетеді. Қазіргі таңда біз мебель мастерлер деп айтамыз ғой енді. Мебельдің мастерларына кейбір кезде шынды айту керек, Турциядан келеді, үйретеді, біздің Қазақстан азаматтарына үйретеді, кетеді, мастер-класс деп айтамыз ғой. Ресейден келеді, тағы Өзбекстандан да келеді, жиі келмейді бірақ. Астана Турциядан келіп үйретеді, кетеді. Үйретеді, 3 күндік, 5 күндік практикаларын жасайды. Бізде де өте күшті мамандар бар. Оларға дополнительно тағы да несін асырады, іс-әрекетін асырады. Но ең маңыздысы қазіргі таңда жастар барлығы шетке шығуды как-то бір өздеріне не жасап алғанда. Үрдіс қалыптастырып алған, Біз айтамыз, шетке шығып, ол жерде еліңнен кетіп жұмыс жасағанса, осы жерде тенақты 24 тәулік бойы еліңде болып, отбасыңда болып жұмыс істеген жақсы деп осын әр уақыт айтамыз. Қазіргі таңда солай болып отыр. Біз кешегі күнде университеттерге бардық, декандарға барып, кафедраларға жолықтық, есепші мамандарға, технолог мамандарға, тағы да қанша мамандарға біз айттық, практикаға біздер келісім шартпен жіберіңіздер. Біз МКТ деп айтамыз ғой қазіргі таңда. Сол университетке барып, солармен келісім шартқа отырдық. Олар мамандарын жібереді. Бізде практикада болады. Ары қарай өзіне ұнап, бәрі мен өсем, мен международный уровеньға шығам дейтіндер болса, келіп бізге істеп, ары қарай жұмысын жалғастырып кете беретін жағдайға дейін келісіп қойдық. Қазіргі таңда солай болып отыр. Қазіргі жастар бәрі ойлайды, пинет қылмастан ақша табу оңай дейді. Олай емес. Біз бәріміз өстік, пинеттің артында қаншама деген дүние табуға болады. Но қазіргі өзіміздің сана сезіммен деп айтқанда, сана сезіммен айтайық та, сана сезіммен бір шетелге шықсам,
біреу күтіп тұр, көп ақша беремін деп ойлайды да. Иә. Бірақ олай емес қой, өзіңіз де білесіз. Иә. Барасыз, ол жерде мысалы Қазақстандан да күшті істесеңіз береді ол ақшаны. Иә. Ал енді сол күшті осы жерде істетсеңіз нелікке бермеске? Ол жердегі енді мамандарды да жалпы сапалы жұмыспен таңғалдыру керек, сонда ғана жақсы ақы төленеді ғой. Біз де айтамыз, келіңіз, жұмысыңызды көрсетіңіз, бағаңызды айтыңыз. Иә. Сол мысалы айтайық, Ресей елінде барып 400 мың теңге оклад алатын болсаңыз, сіз осы жерде де алуыңызға болады. Тек қана жұмысты көрсетіңіз. Сіз көрсетіңіз, дәлелдеңіз жұмысыңызды, басқа ешқандай мәселе жоқ. Сондай жағдай. Қазіргі таңда мебельшіктердің бәрінде болып отқан мәселе сол. Барлығында бірдей мәселе ғой. Енді көбісінде сондай мәселе. Неден? Жастар қиын. Бір жерде мысалы біздің әкелеріміз бір заводқа кірсе, ол заводтан шығып кету өте ұят еді. Иә, тұрақты түрде бір 20 жыл, 30 жыл өте көп уақыт жұмыс істейтін кезінде, иә. Ал енді қазір бір ай мынада, бір ай анада, бір ай әр жерде істеп көріп, қай жерде оңай ақша болса, или тағы көп болса, сол жерде жұмыс істейміз дейді жастар. Жоқ, бір жерде әр уақытта істесе, жай бәрі болады. Біздің әке-шешелеріміз де осылай бақты бізді. Біз де бала шағамызды осылай бағуымыз керек. Жақсы, түсінікті Әзиз мырза. Енді кәсіпкерлік саласындағы қиындықтар, одан бөлек мынау енді маманның тапшылығы туралы айтып жатырмыз. Бұл енді біздің еліміздегі кәсіпкерліктің, жиһаз өндірісінің бір тетігі ғана, бір шеті ғана. Ал енді әлемдік нарықта өзінің есімін қалыптастырған танымал кәсіпкерлердің бір кітаптарын оқып, немесе олардың бір пікірлерін тыңдап, солар туралы ізденіп, сондай бір дүниелер жасаушы ма едіңіз өзіңіз? Иә, бұл жиһаз өндірімінде әрине сіз оқымасаңыз, көзбен көрмесеңіз, өте қиын болады дамуыңыз. Сондықтан біз қай елде болудан не болмасын, біз барып көруге әрекет жасаймыз. Выставка, көрмелер болады. Мысалы, өзіміздің жақын жерде мына сол Өзбекстан елінде болады, Қазақстанда өзімізде Атакентте болады. Әрқашанда біз өзіміз қатысамыз. Одан Ресей елінде болады. Одан шықты Италияда болады. Одан шықты Қытайда болады. Қай жерде көрме болса, біз сол жердеміз. Біз сол жерде. Осы келесі жылда Италияда осындай көрмелер болады. Көрмелерге әрине біз қатысамыз. Қазіргі таңда қалалықта, облыстықта әкімдіктер қазір осы бизнес саласында интеграция мәселесінде өте күшті қолдап жатыр. Ірі кәсіпкерлер, орта кәсіпкерлермен бірге осы елдерге шығып, осы қалай дамуды, қалай бірге барып күшеюді бірге көріп келіп жатыр. Әкім мырзалар бірге барып көріп жатыр. Мен осыларды көрдім, үлкен лауазымдағы ағалармен бірге барып, соларды бірге сол жерде ой пікір білдіріп, соларды қалай біздің Қазақстанда осы қазақстандық өнімді күшейтуді ойластырып, өте керемет көмек беріп жатыр. Ертең кешеде бір жиналыста болдық. Ертең мына осы айдың ішінде Иранмен бір форум болады деді. Не деген керемет нәрсе де, ол адам деген ол жерге жете алмайды. Әкімдік тарапынан, облыс тарапынан жәрдемдесіп, ол жерге барып, олардың істеп жатқан, ол Иранда деген өзгеше, қанша дегенде. Қатты производство өте күшті ғой ол жақта. Сол жақтың қаншама деген 100 нәрсені көріп, 10-ды үйреніп келсек те, Қазақстанға пайда. Ол и завод ашылады, и жұмысшыларды көбейеді. Ол халыққа жақсы болады. Жақсы, түсінікті Әзиз мырза. Енді жаңа бір сөзіңізде жалпы жастардың өзге мемлекеттерге барып жалданып жұмыс істеп, өз елімізде енді тұрақтамайтынын да айтып өттіңіз. Дегенмен де енді қазіргі таңда жастардың көбісінде мынадай бір қалыптасқан пікір бар. Бір айлыққа жұмыс істегенше өз кәсібімді бастап көрейін дейді де, енді бірнеше кәсіпті бастап көреді, дегенмен де көбісі сәтсіз болғаннан кейін сол кәсіпті тастап кетеді. Ал енді осындай кәсіпкерлік саласына енді ғана бет бұрып жатқан жастарға, ізбасарларыңызға қандай бір ақыл кеңестер айтасыз? Қараңыз, керемет сұрақ болды. Ол жастарды осы үлкен бір компания болу үшін, әлемге танымалы болу үшін, бірінші тұрақтылықты үйрену керек. Мысалы, әр жерде қиындық болады, рахат болады. Ал қазір бір компанияға кіріп, ол жердегі бүкіл қыр-сырыны үйреніп, дамып, одан кейін мен де бір белсенді бір кәсіпкер болам дейтін болса, жеке басымды айтам, біз өзіміз көмектесеміз. Неліктен ол бір кәсіпорын ашса, ол деген тағы 20 адамға орын болады. Оның қолындағы тағы 2 адам ашса, ол деген тағы 40 адамға орын болады. Ол деген осылай ашып кете берсе, халқымыз жұмыссыз қалмайды ғой. Бүкіл барлығына жұмыс болады. Сондықтан біз өзіміздің фабрикадан осы күнде
қаншама брендталған мебель жаңа жиһаз өндіріміні кәсіпкерлеріміз бар ашып жатқан қазіргі таңда. Бүгінгі күнде айтатын болсам 5-10-ға дейін жететін өзімізде жұмысты бастап, қазіргі таңда өздері жеке кәсіпкер. Қазіргі таңда өздері бүкіл заказдарды қабылдап, бүкіл елге қызметін жасап, әр баланың қолында 5, 10, 15, 50 балаға дейін істейтін бізден өзімізден шыққан кәсіпкерлер бар. Ал ол кәсіпкерлерге, қазіргі жастарға айтатыным, әрине әрбір қиындықты артында бір жақсылық барлығын білу керек. Әрине әр нәрсенің басында қиын болады, дұрыс 1 ай болмайды, 2 ай болмайды, 3 ай болмайды, 4 ай болмайды. Соңында болады. Әрекет болса берекет болады. Сондықтан әрине бір жұмысқа кіргенде оның бүкіл қыр-сырына біліп, үйреніп, содан кейін жұмыс бастау керек. Ал қазір не болып жатыр? Қазір сіздің айтып жатқан жағдайыңыз былай болып жатыр. Қазір біздің жұмысқа кіреді, келеді, тек қана бір қорапты орауын үйренеді, болды, мен мебельный завод ашамын дейді. Ол қалай ашады? Ол бірінші не істеу керек? Ол бірінші барып сатып алушымен сөйлесе алу керек. Одан кейін оны сатып алуды үйрену керек. Одан келіп оны кесуді үйрену керек, оны тесуді үйрену керек, одан кейін барып оны қорауды. Одан кейін маркетингі бар. Оның бәрін қазір айтсам, жарнамасы бар. 14 этаптан өту керек. Ол бір этапты үйреніп алады да, болды, мен бизнес. Жоқ, олай бизнеспен шықпайды. Оның бәрін мен айтып жатқаным қыр-сыры дегенім, сол барлығынан бір аймен жүргеннің өзінде 2 жыл жүреді екен. 2 жыл жүріп, сол саланы үйреніп, одан кейін өз кәсібіне бастаса, әрине ол ерсет. Айтқан нәтижесіне жетеді ол. Ал енді 1 ай істеп, мен мебельный цех ашам деген ол қателік болады. Дұрыс айтасыз. Мен айтатыным сол. Жастарға айтатыным, әрине әр қашанда әр жұмыстың саласы, ол жиһаз болсын, ол тағы басқа іс болсын, оның бүкіл 1 жыл, 2 жыл істеп, оны қыр-сырына үйреніп, одан кейін барып жұмыс бастамаса, ол сіз айтып жатқандай 1 айдан кейін болмады деп жауап тастай береді. Сондықтан бүкіл бәрін үйреніп, одан кейін жұмыс бастаса, әрине қиындық болады, оның өзінде қиындық болады, но қиындықтан өтеді, әрине артынан рахатын көреді. Жақсы, көп рахмет, түсінікті. Азиз мырза, енді бүгін бір тамаша сұхбат өрбіді. Жиһаз өндірісі қандай емес, жалпы кәсіпкерлік саласындағы бір қиындықтар, одан бөлек мынау кәсіпкерлік саласының қыр-сыры туралы өзіңіздің басыңыздан өткен жағдайлар арқылы мысал келтіре отырып пікіріңізді білдіргеніңіз үшін алғысымызды білдіреміз. Енді алдағы уақытта жалпы Еуропа еліне өздеріңіздің өнімдеріңізді экспорттамақ ниетте екенсіздер. Енді жиһаз өндірісін одан әрмен жандандыра түсетіндіктеріңізге сеніміміз мол. Ендеше құрметті көрермен, бүгінгі сұхбат бағдарламамызда біз болашақ кәсіпкерлер үшін, жалпы кәсіпкерлік саласына қызығатын азаматтар үшін пайдалы ақпараттар бере алдық деген ойдамыз. Келесі кездескенше сау болыңыздар.